Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қалай Google аккаунтты өшіру керегін үйрететін боламын. Ең алдымен Google'ға кіреміз. Содан кейін оң жақта тұрған N деген Google аккаунтымызды басамыз. Басқаннан кейін управление аккаунтым Google дегенді басамыз. Мына жерді оңға қарай жылжытып, данные дегенге кіреміз. Осы жерден ең астыға қарай түсіп, удаление аккаунта Google дегенді таңдаймыз. Осы жерге өз паролімізді жазамыз. Бізді осындай жерге жібереді. Төменге қарай түсеміз. Мына жердегі екі галочканы басып қоямыз да удалить аккаунтты басамыз. Міне аккаунт өшірілді. Егер сіздер аккаунтты қайтадан қайтарғыларыңыз келсе, восстановить аккаунт дегенді басып, қайтадан аккаунттарыңызды қайтара аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.